Орбұлақ шайқасы әйгілі, өте қызық мысал. Ол жаңағы Жәңгір Сұлтан көмекке Қытаймен шекара ғой. Жоңғар қақпасы жақ, мына жақ. Талдықорған ар жақ, Бұрханбұлақтың ар жағы. Сол кезде көмекке кім келеді? Самарқандта мысалы, Жалаңтөс Баһадүр келеді. Самарқанд қайда? Анау Қытаймен шекара қайда? Сол замандағы, яғни мына алыс-берістік, ол қазіргі интернеттің дәуірінің өзінде тіпті ондай алыс-берістік әлі ондай деңгейге жеткен жоқпыз да? Яғни Мамай батыр мысалға, кезіндегі жоңғар шапқыншылығында ерлік көрсеткен. Сыр бойында жүреді, Түркістан жақта, сол жерде ерлікпен қаза тапқаннан кейін енді сонау шығысқа Абай еліне әкеліп сүйегін алып келеді, бірақ ішкі құрылысын бұзылып кетеді деп Түркістандағы Ахмет Яссауидің кесенесіне жерлейді деген секілді ғой енді. Қарап тұрсақ, біздің генімізде бар болып тұр ғой жиһан кездік, ол көшпелі халықпыз оның үстіне. Осы қазір тоқтап қалды.